Осыдан бірнеше уақыттар бұрын бір кісі келді. Балам осыдан 5 жыл бұрын намаз бастаған дейді. Баласын үйленгені 2 жыл болған. Бірақ баласын келін мүлдем көрмеген, баласын әйелін. Көрмеу себебі ол баласы адасқан ағымдардың жетегімен кетіп қалған. Ол баланы мен де танимын, маған келген, сөйлескен кезде әкесінде кінәсі бар. Әкесінің кінәсі бағанадай баласы дінге қызыққан кезде мүлдем қолдау көрсетпеген. Керісінше мүлдем діннен тосуға, намаз оқытпауға тырысқанда, бұл ата-аналардың үлкен қателігі. Әсіресе осы 2000 жылдардың басында болған ата-аналардың үлкен қателігі десек болады. Ол иман деген нәрсе жүрекке кірген екен шықпайды, ал ата-аналар соны жүректен шығаруға тырысады оны. Сіз адасқан ағымдармен күресіңіз, бірақ дінмен күреспеңіз. Балаңыз дінге қызыққан жағдайда оны жақсы маманға беруге тырысыңыз. Балаңызды түсініңіз, бағанадай сіз қызықпаған нәрсеге ол да қызықпау керек деген сөз емес. Сол үшін ол дінге қызыққан жағдайда балаңызды барынша түсінуге тырысып, мешіттің имамына, болмаса бағанадай теолог мамандарға тапсыруды үйрену керек. Сондайда ғана сіз балаңызбен жақсы қарым-қатынас құрып, ол баланың адасып кетпеуіне себепші бола аласыз. Ал егер сіз қашан балаңызды толыққан діннен тосатын болсаңыз, ол бәрібір де басқа жақтан тығылып уағыздар тыңдайды, солай жүріп тыйым салынған уағызшылар тыңдап адасып кету қаупі өте жоғары. Сол үшін құрметті ата-аналар, бұндай қателікке бармаңыздар.